Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған тағы да интернет арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын сайттар көрсеткім келіп отыр. Бұл сайттар арқылы тапқан ақшаңды Kiwi кошелегіңе немесе Payer кошелегіңе ешқандай қиналмай шығарып ала беруіңе болады. Егерде сенде Payer кошелек болмаса, Payer кошелектің ссылкасын осы видеоның астына тастайтын болам, Payerден кошелек ашып алуыңа болады. Сосын дәл қазір көрсетейін деп отырған сайттарымның ссылкаларын мен Telegram каналыма пост қылып шығаратын болам. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына тастайтын болам. Егерде дәл қазір көрсетейін деп отырған сайттарым саған керек болатын болса, осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады көрсетейін деп отырған сайттарыма. Сонымен интернет арқылы қалтамыздан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын ең бірінші сайтымыз Aviso деп аталады. Жаңағы айтқанымдай, бұл сайттың ссылкасын мен осы видеоның астына тастап кететін болам. Егерде бұл сайт саған керек болатын болса, бұл сайтқа осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркелу үшін өзіңнің қолданып жүрген электронды почтаң жазасың, пароль ойлап табасың, бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркеліп болғаннан кейін, бұл сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа SMS келеді. Сол SMS-тің ішінде ссылка болады. Сол ссылка арқылы өтіп, мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың. Содан кейін ғана бұл сайтқа кіріп, әртүрлі тапсырмалар орындап ақша таба беруіңе болады. Көріп отырғаныңдай, бұл сайтта дәл қазір 3872 адам тапсырма орындап ақша тауып жатыр. Бұл сайтқа кіргеннен кейін міндетті түрде бұл сайттағы аккаунтыңа настройка жасайсың. Оның үшін мына жерде личный кабинет деген сөздің үстінен басасың, настройки дегеннің үстінен басасың. Мына жерге өзің туралы данныйларың жазасың. Көріп отырғандай, мен электронды почтама подтверждение жасадым, ұстап жүрген телефон номеріме подтверждение жасадым. Мына жерге атыңды жазасың, жынысыңды жазасың, туған күніңді, айыңды, жылыңды жазасың. Сосын бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін ең бірінші бұл сайтқа өзіңнің электронды кошелектеріңді жазып сохранить етесің. Оның үшін мына жерде финансы деген сөздің үстінен басасың. Сенде мына жерде көрсетілген қандай электронды кошелектерің бар, сол электронды кошелектеріңді жазасың. Содан кейін мына жерде запросить код деген кнопканың үстінен басасың. Мына сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа пин-код келеді. Сол пин-кодты копировать етіп алып, мына жерге қоясың. Содан кейін сохранить деген кнопканы басасың. Сол кезде мына жерге жазған электронды кошелектерің мына сайттағы данныйыңа сақталатын болады. Короче, бұл сайттағы аккаунтыңа қалай настройка жасайтынын түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін мына жерде заработать деген кнопканың үстінен басасың. Көріп отырғаныңдай, бұл сайт арқылы түрлі жолмен ақша табуыңа болады. Жалпы менің ойымша, бұл сайтта тек қана тапсырмалар орындап ақша тапқаның дұрыс. Егерде бұл сайт арқылы тапсырмалар орындап ақша тапқың келетін болса, мына жерде задания деген кнопканың үстінен басасың. Сосын бұл сайттағы тапсырмаларды таңдап орындауыңа болады. Ол үшін мына жерде категория заданий деген сөздің үстінен басасың. Бұл сайтқа тіркелген кезде бас жағында оңай тапсырмаларды орындағаның дұрыс. Бұл жердегі оңай тапсырмалар YouTubeпен байланысты тапсырмалар оп-оңай, сосын әртүрлі әлеуметтік желілермен байланысты тапсырмалар оп-оңай. Түсінгеніңдей, бұл сайтқа бас жағында үйрену үшін YouTubeпен байланысты немесе әртүрлі әлеуметтік желілермен байланысты тапсырмалар орындап бастағаның жақсы. Бұл сайтқа үйренгеннен кейін уже бұл сайттағы әртүрлі қиын тапсырмаларды орындасаң болады. Қиын тапсырмалар үшін бұл сайтта көп ақша төлейді. Бұл сайт арқылы бір күннің ішінде қанша ақша табуға болатын точно білмеймін, бірақ бұл сайт арқылы бір күннің ішінде 2000-3000 теңге ақша табуға болады, егерде бұл сайт арқылы қиын тапсырмалар орындайтын болсаң. Сонымен бұл сайт арқылы қалай ақша табатының түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде основной счет дегеннің үстінен басасың. Мына жерге тапқан ақшаңның суммасын жазасың. Мына жерде қандай электронды кошелегіңе шығарғың келеді, сол электронды кошелегіңді таңдайсың. Мысалы үшін Payer кошелегіңе шығарғың келетін болса, Payer дегеннің үстінен басасың. Мына жерде мына ползунокты оңға қарай ысырасың. Выплатить деген кнопканың үстінен басасың. Сол кезде мына жердегі ақшаңды мына сайт Payer кошелегіңе жіберетін болады. В общем, бұл сайт арқылы қалай ақша шығаратыныңды да түсіндің деп ойлаймын. Енді бұл сайт арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайтқа рефералдар шақыруыңа болады, яғни адамдар шақыруыңа болады. Егерде бұл сайт арқылы көбірек ақша тапқың келетін болса, міндетті түрде бұл сайтқа адамдар шақыр. Сонымен интернет арқылы қалтамыздан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын екінші сайтымыз соцпаблик деп аталады. Бұл сайттың да ссылкасын мен осы видеоның астына тастап кететін болам.
Егер де бұл сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Бұл сайт арқылы да ақша табу үшін бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркелу үшін өзіңнің қолдан жүрген электронды почтаң жазасың, пароль ойлап табасың, бұл сайтқа тіркелесің. Бұл сайтқа тіркелгеннен кейін, мына сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа SMS келеді. Сол SMS-тің ішінде ссылка болады. Сол ссылка арқылы өтіп, мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың. Бұл сайтқа да кіргеннен кейін бұл сайттағы аккаунтыңа сразу настройка жасайсың. Ол үшін мына жерде мой аккаунт деген сөздің үстінен басасың, настройки дегеннің үстінен басасың. Бұл сайтқа өзіңнің данныйларың толтырасың. Яғни атыңды жазасың, туған күніңді, айыңды, жылыңды жазасың. Электронды почтаңа подтверждение жасайсың, телефон номеріңе подтверждение жасайсың. Сосын бұл сайттағы данныйларыңа өзіңнің электронды кошелектеріңді жазып сохранить етесің. Содан кейін ғана бұл сайт арқылы тапсырмалар орындап ақша таба беруіңе болады. Бұл сайт арқылы да әртүрлі қарапайым тапсырмалар орындау арқылы ақша табуыңа болады. Ақша табу үшін мына жерде заработать деген кнопканың үстінен басасың, задание деген сөздің үстінен басасың. Көріп отырғандай бұл сайтта да мынандай тапсырмалар бар. Бас жағында бұл сайтқа үйрену үшін ең бірінші YouTube'пен байланысты немесе әртүрлі әлеуметтік желілермен байланысты тапсырмалар орындап бастасаң болады. Содан кейін ғана бұл сайттағы қиын тапсырмаларды орындайсың. В общем, бұл сайттағы тапсырмаларда оп-оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл сайтқа тіркелгеннен кейін бұл жердегі тапсырмаларды өзің қарауыңа болады. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде финансы деген сөздің үстінен басасың. Вывести средства деген сөздің үстінен басасың. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды минимально 11 рубль болған кезде PR кошелегіңе, Kiwi кошелегіңе, тағы да басқа электронный кошелектеріңе шығарып алуыңа болады. Сосын бұл сайт арқылы да көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайттың да реферальный программасы бар, яғни бұл сайтқа да адамдар шақыруыңа болады. Егер де бұл сайтқа реферал шақырғың келетін болса, YouTube-қа видео түсіруіңе болады. Яғни түсінгеніңдей мен YouTube каналыма салып отырған видеоларымды жайдан жай салып отырған жоқпын. Видеоларымда айтып отырған сайттарыма рефералдар шақыру үшін салып отырмын. Сонымен бұл сайт туралы да түсінікті деп ойлаймын, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сонымен интернет арқылы қалтамыздан ешқандай да ақша шығармай ақша табуға болатын ең соңғы сайтымыз все fast деп аталады. Бұл сайттың да ссылкасын мен осы видеоның астына тастап кететін болам. Егер де мына сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астында ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Бұл сайттың жұмыс жасап тұрғанына көріп отырғанда 9 жыл уақыт болған. Бұл сайттың қолданушыларының саны 2.500.000 адам, яғни бұл сайтқа 2.500.000 адам тіркеліп тастаған. Бұл сайт өзінің қолданушыларына осы уақытқа дейін 112.385.048 рубль ақша төлеген. Көріп отырғандай бұл сайтта дәл қазір 7.405 адам отыр, яғни бұл сайттағы тапсырмаларды 7.405 адам орындап отыр деген сөз. Бұл сайт арқылы да ақша табу үшін ең бірінші бұл сайтқа тіркелесің. Тіркелу оп-оңай, ешқандай да қиындығы жоқ. Бұл сайтқа тіркелу үшін өзіңнің қолдан жүрген электронды почтаң жазасың, пароль ойлап табасың, тіркелесің. Сосын бұл сайтқа тіркелген кезде қолданған электронды почтаңа SMS келеді. Сол SMS-тің ішінде ссылка болады. Сол ссылка арқылы өтіп, мына сайттағы аккаунтыңа подтверждение жасайсың. Бұл сайт арқылы да ақша табу үшін әртүрлі қарапайым оп-оңай тапсырмалар орындайсың. Бұл сайттағы тапсырмаларды кез келген адам орындай алады. Егер де бұл сайт арқылы да көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайтқа да рефералдар шақыруыңа болады, яғни бұл сайтқа да адамдар шақыруыңа болады. Сосын бұл сайт арқылы да тапқан ақшаңды әртүрлі электронный кошелектеріңе шығарып алуыңа болады. Мысал үшін Kiwi кошелегіңе, PR кошелегіңе, ADV Cash деген электронный кошелектеріңе шығарып алуыңа болады. Сосын егер де сен ADV Cash деген электронный кошелек туралы білмейтін болсаң, мен ADV Cash деген электронный кошелек туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны қарамаған болсаң, ол видеоны мына жерден шығаратын болам, яғни подсказкадан шығаратын болам. ADV Cash деген электронный кошелек туралы толық сол видеодан қарап біліп алуыңа болады. Сосын тағы да қайталап айтам, егер де сенде PR кошелек болмаса, PR кошелектің ссылкасын осы видеоның астына тастап кететін болам, PR-ден кошелек ашып алуыңа болады. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.